Бел ауруынан қалай құтылуға болады? Үй жағдайында емдеу жолдары. Бел ауруы заманауи өмір салтында жиі кездесетін мәселе. Бұл ауру дұрыс отырудың, физикалық белсенділіктің жетіспеушілігінің немесе белдің жарақаттануының нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Белдің ауырсынуын жеңілдету үшін дәрігердің көмегінсіз ақ бірнеше үй жағдайында қолдануға болатын әдістер бар. Бел ауырсынуының негізгі себептері. Белдің ауыруына әсер ететін бірнеше факторлар бар. Бұлшық еттің шаршауы, ауыр заттарды дұрыс көтермеу, ұзақ уақыт ыңғайсыз қалыпта отыру, немесе тұру. Жарақаттар, жылдам қозғалыстар немесе құлау. Остеохондроз, омыртқа аралық дискілердің деградациясы. Артық салмақ, белге түсетін қысымды арттырады. Стресс, бұлшық еттердің керілуіне әсер етеді. Бел ауруын үй жағдайында емдеу әдістері. Жылы және суық компресстер. Ауырсыну пайда болғаннан кейінгі алғашқы 24-48 сағатта беліңізге мұзды компресс қою ұсынылады. Бұл ісікті азайтады. Ал 48 сағаттан кейін бел бұлшық еттерін жылы компресспен жылытуға болады. Бұл қан айналымын жақсартып ауырсынуды азайтады. Жеңіл массаж. Бел аймағын зәйтүн, кокос немесе жылынған майлармен жеңіл массаждау бұлшық еттерді босаңсытады. Массаж жасау барысында шектен тыс күш түсірмеуге тырысыңыз. Созылу және физикалық жаттығулар. Жеңіл йога жаттығулары немесе арнайы созылу жаттығулары белдегі ауырсынуды азайтуға көмектеседі. Мысал жаттығу, жерге шалқалай жатып, тізелеріңізді бүгіп, қолдарыңызды алдыға созып, беліңізді жерден ақырын көтеріп, қайта түсіріңіз. Бұл жаттығуды күніне 10-15 рет қайталауға болады. Шөптік майлар мен емді компресстер. Бал мен ұн компресі, балды бір қасық ұнмен араластырып, белге жағуға болады. Бұл қан айналымын жақсартады. Зімбір компресі, жаңа піскен зімбірді үгітіп, оны жылы сумен араластырып, компресс ретінде қолдану ауырсынуды жеңілдетеді. Дұрыс қалып және демалыс. Жұмыста отырғанда арқаны тік ұстауға тырысыңыз. Отырған кезде аяқтарыңыздың еденге толық тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Ұзақ уақыт бір қалыпта отырмаңыз. Әрбір 30 минут сайын қозғалыңыз. Беліңіз ауырған жағдайда қатты матраста жатуға тырысыңыз. Шөп шайлар мен табиғи құралдар. Сарымсақ майы, сарымсақты майға қуырып, белге жағу ауырсынуды жеңілдетуі мүмкін. Түймедақ шайы бұлшық еттерді босаңсытып, ағзадағы қабынуды азайтады. Бел ауруының алдын алу. Тұрақты физикалық белсенділік, жүзу, жаяу жүру немесе жеңіл жаттығулар белдің саулығын сақтауға көмектеседі. Артық салмақтан сақтану, тамақтану рационыңызды бақылай отырып, денеңіздің қалыпты салмағын сақтаңыз. Ауыр заттарды дұрыс көтеру, ауыр затты көтергенде аяқ бұлшық еттерін пайдалануға тырысыңыз. Беліңізді емес, тізелеріңізді бүгіңіз. Қашан дәрігерге қаралу керек? Егер төмендегі белгілер пайда болса, маманға жүгініңіз. Бел ауруы ұзақ уақыт бойы тоқтамаса. Ауырсыну аяққа, жамбасқа немесе басқа бөліктерге таралса. Қимыл қозғалысыңыз қатты шектелсе. Қорытынды. Бел ауруы жиі кездесетін мәселе, бірақ оны үй жағдайында емдеуге және алдын алуға болады. Алайда жағдайыңыз нашарлап кетсе, уақыт созбай дәрігерге жүгініңіз. Беліңіздің саулығын сақтауға күнделікті аздап уақыт бөлуіңіз болашақтағы көптеген мәселелерден құтқарады.